Сәлем достар, менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Арнама жазылып, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар және міндетті түрде қоңыраушаны басып қойыңыздар. Үнемі бір тамақ істеп шаршасаңыз, ендеше осы тамақты жасауға кеңес беремін. Өте дәмді, дәмі тіл үйіреді, үйдегі адамдарға 100% ұнайтын болады. Қамыры да көкаяз емес, өте дәмді ас. Ал ендеше бірге жасайық. Бізге керек заттар. Қамырымызды ашытқанға бізге 600 грамм жылы суымызға бір ас қасық ашытқы, яғни дрожжымызды және бір шай қасық қант, бір шай қасық тұзымызды қосып, әбден ерігенше араластырамыз. Іші кең ыдысымызды алып, 1 килограмм ұн, менде жоғары сүріпті. Осы 1 килограмм ұнымызды кең ыдысымызға саламыз да, ортасын ашып, дайындап қойған бағанағы суымызды қосамыз. Қосып, қамыр илейміз. Қамырымыз жұмсақтау болу керек. Қаттығы билеп қоймаңыздар. Мінеки осындай қамыр шығады, жұмсақ. Илеп болғаннан кейін бетін жауып 20 минутқа қоямыз. Және әр 10 минут сайын өсімдік майымен қайырып отыру керек. Енді біздің салмамызға керек заттар: ет, пияз, сәбіз, перец, картоп, сарымсақ, осының барлығын қабығынан ажыратып жуып дайындаймыз. Бірінші етімізді турап, яғни етімізді орташа формада турап жатырмын. Одан кейін пиязымызды, сәбізімізді, перецті, картопты, сарымсақты барлығы осы видеода көрсетілгендей рет-ретімен турап аламыз. Сәбізді 4 бұрыштап тураймыз. Өз қалауларыңызша қатты майдағып турасаңыздар, 1 сағат қайнаған кезде езіліп кетеді. Сол себепті қатты кішкентай да емес, үлкен де емес, орташа формада турап шығыңыздар. Бәрін турап болғаннан кейін қазанымызды отқа қойып, майды қыздырамыз. Майды қыздырғаннан кейін ең бірінші етімізді салып қуырамыз. Етті қуырып болғаннан кейін сәбіз бен пиязды бірдей саламыз, өйткені сәбізіміздің пісуі кішкене қиындау. Сол себепті сәбізімізді салып, сәбіз салғаннан кейін перецімізді, одан кейін картошкамызды салып, жақсылап араластырып, 10 минуттай қуырып аламыз. Одан кейін қара бұрыш пен қызыл бұрышымызды қалауларыңызша татымына қарай тұзымызды саламыз. Тұзымызды салып араластырамыз. Одан кейін барып жаңа суымызды құямыз. Мен 3 кесе су құйдым. Сіздің, яғни жасаған тамағыңыздың көлеміне қарай құясыздар. Мінекей судың көлемі осындай болу керек. Қайнағаннан кейін астын басып, баяу отта бетін жауып 1 сағат қайнатамыз. Мінекей мен бұған дейін 2 рет өсімдік майымен қайырдым. Ашып тұр нанымыз. Нанымызды 2-ге бөліп аламыз. 2-ге бөліп алғаннан кейін оны жеке-жеке бөліктерге бөлеміз. Мінекей осындай формада бөліп алып, домалақтап, кішкене бір 5 минут тындырып қойыңыздар. 5 минут тындырып қойғаннан кейін, мінекей оң жағында, сол жағында өсімдік маймен видеода көрсетілгендей майлап аласыздар. Яғни жайғанға да оңай, оқтауға да жабыспайды, қолыңызға да жабыспайды. Мінекей осылай жайып аламыз, домалақ. Домалақ жайып алғаннан кейін 2 бетін біріктіреміз. Мінекей видеодағыдай әдемілеп біріктіреміз. Барлығын осылай жасап аламыз. Мантабарымыздағы каскамызды майлап, осылай саламыз. Бір-біріне жабысып тұрмасын, өйткені көтерілген кезде қамыр бір-біріне жабысып қалуы мүмкін. Сөйтіп формасын бұзады. Сол себепті арасын алшақ-алшақ қылып салыңыздар. Бетіне әрлеу үшін көктер турадым. Мінекей дайын. 20 минут пісіріп алдым. Салмамыз 1 сағат қайнады. Мінекей салманы бетіне саламыз. Өте дәмді, үйдегілерге ұнады. Қамырымыз да әдемі шықты. Арасы көкаяз емес. Үй жағдайында жасап көріңіздер. Қолдағы бар дүниемен ет табылады, сәбіз табылады, пияз табылады, барлығымыздың үйден. Қазіргі кезде перец те бар үйде, барлығымызда. Жасап көріңіздер. Мінекей көкшөппен әрлеп. Ұнатпасаңыздар, қоспай қойсаңыздар да болады. Мен қостым. Укроп пен пиязды, көк пиязды. Үйдегілер жақсы көреді, сол себепті қостым.
сіздер жасап көрдіңіздер, өте керемет. Сіздермен болған Айгүліктің асханасы менің арнама жазылуды ұмытпаңыздар.